Кейде интернет желісінде байқағанымыз, кейбір кер тартпа ағымдардың өкілдері қазақ әдебиетінің ойшылдарының еңбектерін жоққа шығаруда. Әйтсе де не керек, біздің қазақ ойшылдарымыз көптеген пайдалы дүниелерін қалдырып кеткен. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп көпенмен сөздермен сөйлейтін болсақ, дін туралы сөз қозған кезінде, соның ішіндегі Құдай тағаланың сипаттамасын берген кезде, ол Алла жисім жауһар ғариза емес, боларға басқа бөлектенбес. Алланы еш нәрсеге ұқсатуға, еш нәрсе оған ұқсап жөні келмес. Бар Құдай көкте емес, жерде емес, мекенін Алланың ешкім білмес. Сегіз сипаты болған бірі кәлам, сөйлейді құдіретімен Алла тағалам. Сөйлеуі біздей тілмен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам деген сөздерді айтқаны үшін кейбір кертартпа ағымдар өкілдері сол кісінің еңбектерін жоққа шығаруда. Әйтсе дағы бұл адамдар, бұл ғалымдарымыз біздің өсіп келе жатқан жасөспірімдерге дұрыс жолды бағыттауда керемет сөздерін қалдырып кеткен. Соны жастарымызға үйрететін болсақ, ертең болашақта мектеп қабырғасынан шыққаннан кейін қандай кері тартпа ағымдардың өкілдеріне жоламаса да ешқашан өздерінің дәстүрлі жолдарын тастамайды.